Ал менің ойыма келетін болсақ, Шавкат Рахмоновқа оларға мән бермей чемпиондық титулға бәсекелесуі керек. Леон Эдвардс барынша Белал Мұхаммедтің шыққысы келмейтіні анық. Себебі ол жекпе-жек аз билеттер сатады. Ал Шавкаттан рейтингіде жеңіс серияда жоғары тұрған ешкім жоқ. Сонда UFC Белал мен Леонды шығарып жатса да, страхующий боец ретінде Шавкат дайын болуы мүмкін. Мысалы, екеуінің біреуі турнирға дейін травма алып қалса, Шавкат ауыстыра салатындай. Ондай UFC-де жиі болып тұрады. Бірақ ондай позиция Висасгонка мен жайдан бос уақыт алып қою мүмкін. Ал медийностьті көтеруді ойласақ, Шавкатқа осы Джек пен Майкл арасында таңдаса, Майкл Пейджді таңдаған жақсырақ болады. Себебі оның фанаттары өте көп. Және де стиль жағынан Шавкаттың бұрынғы қарсыласы Томпсонға қатты ұқсайды. Ал Томпсонды Шавкат қалай оңай өткенін өздеріңіз білесіздер. Тек